аласыздар достар. Бұл бір орман емес. Бұл кәдімгі менің кішкентай бақшам. Бақшадағы табиғат үні. Қандай керемет. Мынау ирис гүлі. Бұның қазақшасы келіншек гүл деп аталады деп еді бір танысым. Өте иісі сондай нәзік. Керемет гүл. Саяжайға келіп қалдыңыздар. Бізде бүгін күн бұлтты. Өте бір жанға жайлы жаңбыр тамшылары себелеп тұр. Мынау алма ағашы түйіндеп жатыр. Ал мынау қызанақтар достар. Осындай әдемі болып жайқалып өсіп тұр. Достар, мынау таңқурай, малина. Малиналар. Бұны былтыр күзде отырғызғанбыз. Содан мінекей көктеп шығып келе жатыр. Әрине енді жан-жақтарының бәрін арамшөптер басты. Бұларды отап тастау керек. Осындай керемет. Бұны қалай отырғызатыным жайлы сіздерге ауызбен айтқанда былай ғой, тамырын қазып аласыздар малинаның. Содан кейін бір 30 сантиметрдей етіп жерді қазып, соған отырғыза саласыздар. Болды, басқа артық ештеме неғған жоқпын. Түбіне бір уыс не салып жердім. Перегной дейді ғой, шірінді салып жердім. Достар, енді мынау асқабақтар. Бұлар да толық шығыпты. Қандай керемет. Негізі мына кейбіреуін мен бөлек отырғызамын ау деймін. Себебі жиі шығып кеткен сияқты да. Бұл асқабақтарды былтыр емес, осыдан 3 жыл бұрын отырғызып, сондай тамаша жеміс алған едім. Осы жерге былтыр бұл жер енді бос болмады. Бұл жерде мынандай ағаштың нелер жатты. Биыл ағашымыз азайып, сөйтіп жер қайтадан ашылып, сосын асқабақтарды қайтадан ектім. Ал енді қарақаттарыма күтім жасаймын.
Ал достар, көз қорқақ, қол батыр деген малиналардың арамшөптерін отап тастадым. Мынау шыққан арамшөптер бума болып. Бір сияқты болдым ғой. Есесіне қандай әдемі болып қалды. Аяқ мынандай болды. Аяққа міндетті түрде арамшөп отағанда осындай бәтінге киіп алған дұрыс қой. Бұл біздің шыға ма, шықпай ма деп күмәнданып отырғызған таңқурайымыз ғой. Таңқурай емес па, малина деген, малиналар. Мінекей, мына түптер көрдіңіздер ме, өте жиі орналасып кеткенде, жабайы болып. Бұл жерге біз былтыр қызанақ отырғызғанбыз. Мінекей, енді осы жерде таңқурайлар өзінің тұрғылықты мекенін тапты. Достар, аспан әлі бұлт сондай тамаша болып тұр екен. Сондықтан осылай бүгінгі күн өте өнімді болды. Бұлбұл құс болса әнекей сайрап тұр. Шіркін, ай, қандай тамаша. Осымен достар, бүгіндікке жұмысым бітті. Арнама жазылып қойыңыздар, өздеріңіз ой бөлсіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Айнұрдың саяжайы арнасында кездесіп тұрайық.